Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздерге болжал ұсынамын. Қазақ тілінде пассианс сары шаяндарға 11 қаңтардан 21 қаңтарға дейін сары шаяндардан не күтеді. Бірге қарайық. Пассианс қазақ тілінде болады. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыз. Сондай формат сізге оңай ма, жоқ па? Арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Сонымен болжамымызды бастайық. Қаңтарға дейін сары шаяндарды қандай жағдай күтеді? 11 қаңтардан 21 қаңтарға дейін сары шаяндарды қандай жағдай күтеді? Так, сары шаяндарға басында 12-13-де бір хабар аласыз. Мекемеден бір хабар, жағымсыз бір хабар аласыз. Мысалы, салықтан салық төлеңіздер деген. Сондай бір сізге хабар келуі мүмкін, көңіліңізден шықпайтын, ұнамайтын сізге хабар келуі мүмкін. Так, келесі. Келесі жағдай. Ай түсті сіздерге таразыдар. Ой, таразыдар дейм. Сары шаяндар. Сонымен қарағия қандай белгі сәйкес келді. Соңғы бізде мельница түсті. Сонында, так, сонымен сәйкес келген қарайық сәйкес келгендерді. Так, бәрі сүйеу керек осы жерде. Бірге қарайық, бірге табайық. Сәйкес келген болса. Міне сәйкес келген бізде балапан бар, тағы жүрек бар, сәйкес келген сары шаяндарға. Так, келесі тағы не сәйкес келді бізде. Так, жақсыны табайық, жаманнан құтылайық, қарайық, сонымен сәйкес келген қандай бізде суреттер бар. Ол бізде сәйкес келген бірінші бізде күннің суреті сәйкес келмеді, не бір күннің суреті сәйкес келмеді. Сағат сәйкес келмеді, келесі гүлді суреті сәйкес келмеді. Кілт бізде жақсы білдіреді, кілт қайда бізде? Кілттің бір жартысы мен екінші жартысы міне сәйкес келмеді. Ақша сәйкес келмеді, ақшаның бір жартысы мұнда, екінші жартысы қайда? Екінші жартысы осында тұр, сәйкес келмеді бізге. Сонымен сәйкес келген суреттерді қарайық. Ол бізде бірінші, ол конверт түсті, жабық конверт. Ол бізде сіздерге бір жағымсыз хабар келеді, хат келеді, мекемеден, салық органнан ба, басқа мекемеден бір жағымсыз хабар аласыз. Келесі сәйкес келген сурет, ол сіздің жүрегіңізді жаралайды. Ол немесе ол махаббатта сізде бір сіздің жартыңыз сізді жүрегіңізді ауыртамын, ұрсысасыз ба, онымен сондай жағдай болады. Разбитое сердце. Келесі мұнда ол жүрегіңіз жарылып, ол ай, одан кейін ай түсті.
ай ол бізде бір маңызды хабар аласыз. Жаңа осыдан кейін өзіңіздің жаңа жоспар құрасыз өзіңізге. Содан кейін оның барлығы осы 20-21-інде бәрі өтет, кетет, бітет. Сонымен көп уайымдамаңыз, бәрі өткен шығаны. Сізге мельница түсті. Мельница ол бізде мельница бізде көп сөз болады, сөз өсек болады, мағынасыз, мәні жоқ көп сөз болады. Сізде осы 20-21 қаңтарда осындай 10 күн сізге түсті, сондай жағдай түсті сізге. Басқа суреттерді көрсеңіз, жағдайларды көрсеңіз, маған жазып кетіңіз. Мағынасын айтамын, арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.